Қобыздың үні адамның қоңыр даусына ұқсас, қылшектен төгілген мұңды үн әрбір тыңдаушының жүрегін жаулап алады және рухани азық береді дейді Ақерке. Қорқыт бабадан басталған үнет жеткен аспаннан, тербеліп жанның айдыны жанардан жылжып жастамған. Қазақтың жадында қорқыт десе қобыз, қобыз десе қорқыт түсетіні белгілі. Бір ұғымға сыйып, аттар аңызға айналған осы қос құдірет қобыз бен атақты қобызшы дәстүрі бүгінде қайта жаңғырып, жаңаруда. Ата-баба мұрасына селкеу түсірмей, ұлттық бояу бедерін бұзбай келе жатқан Ақерке Тәжібаеваны қошеметпен ортаға шақырайық.